Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бұралған чак-чактың рецептінен бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді чак-чактардың бірі, бұралған түрі. Егер де сіздер бұны кәдімгі түрімен де дайындай берсеңіздер болады. Өте ерекше дайын болып шығады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Чак-чактың қамырын илейміз. Ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. Оған тұзды қосамыз, 1 шай қасық. Енді миксермен миксерлеп шығамыз. Шамамен ағарғанша миксерлейміз, көпіргенше, ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Шамамен бір 3-4 минуттай уақыт миксерлейміз. Осындай болып миксерленіп шығуы керек. Енді ситамызға ұн және де 1 шай қасық содамызды салып, електен өткізетін боламыз. Енді қамырымызды араластырамыз силиконды күрекшемен. Ары қарай тағы да ұнымызды салып, араластырып, одан кейін ары қарай қолмен қамыр илейтін боламыз. Бұған мен өзі нақты қанша мөлшерде, қанша грамда ұн қосылатынын айтпаймын. Шамамен керегінше ұн керек болады. Ары қарай осылай қолмен қамыр илейсіздер. Қамыр иленген кезде міндетті түрде жұмсақ болып шығады, бірақ бұл қолға жабысатындай қамыр болу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, қолға осындай жабысатындай қамыр болып шығады. Бірақ қазір біз бұны жуалап, пакетімізге қарай салып, осы бөлме температурасында үстелдің үстіне 10 минуттай уақытта қойып қоятын боламыз. 10 минут өткен соң пакетімізді ашамыз. Міне менде қазір қамыр осындай болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай пакетке жабысып қалды. Жабысыңқыраған қамыр болып шығады. Енді үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды бір илеп тындырып жібереміз, жақсылап тұрып. Оны одан кейін ұн сепкен соң ол қолға ары қарай жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді тағы да пакетімізге қарай салып, пакеттің аузын жауып, тағы да үстелдің үстіне 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін ары қарай қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз жақсылап тұрып демалып алады. Енді 10 минут өткен соң тағы да қамырымызды алып, енді қамырымызды жаямыз. Оқтаумен жаятын боламыз. Ең басында осылай қамырды жайып алған соң ары қарай ұнымызды сеуіп жаямыз. Қатты басып, өте жұқа қылып жібермеңіздер. Өйткені бұның құрамында жұмыртқа болғандықтан бұл өзі осындай қамыр болады. Чак-чактың қамыры. Міне қазір мен жайып болдым. Қалыңдығы осы видеода көрініп тұрғандай. Енді қамыр жайып біткен соң оның жарты бөлігіне кәдімгі өзіміз үйде қолданылатын сұйық май, осы күнбағыс майды қамырдың жарты бөлігіне жайып шығамыз. Қамырды жайып болған соң бірден ары қарай май жағамыз, жарты бөлігіне ғана. Енді келесі бөлік қамырымызды осы жарты бөлік қамырға қарай жабамыз. Міне менде қазір осындай болып тұр. Арасында май бар, сол себептен қамыр бір-біріне жабыспайды, оған уайымдамаңыздар. Енді ары қарай қамырымызды кесеміз. Осы біздегі 4 саусақтың көмегімен қамырды бірдей қылып бөліп шығамыз. Осындай ұзын-ұзын болып шығады. Енді ары қарай қамырдың барлығын осылай бір жаққа қарай реттестіріп қойып, енді чак-чакты кесетін боламыз. Осы бір саусақтың көмегіндей, бір саусақтың пішініндей қылып кесіп шығамыз барлық чак-чактарды. Сосын кейін тағы да айтып кетейін, бұның арасы мүлдем жабыспайды. Уайымдамай кесе беріңіздер, ешқандай ұн сеуіп қоюдың қажеті жоқ. Кесіп болған соң міндетті түрде қамырларды бір-бірінен алшақ етіп үстелдің үстіне жайып шығыңыздар. Ары қарай осы қамырдың барлығын осылай кесіп шығасыздар. Енді табамызды қыздырып, осындай майымызды құйып, май қызыған соң бірден чак-чактарыңызды саласыздар. Сосын кейін ары қарай чак-чактар өздері осы жабысып тұрған екі қамырдан бөлініп ажырап, осындай дөңгелек пішінді болып шығады. Бірақ та арасында бұралмай қалатында чак-чактар болады, бірақ оларды пісіре бересіздер. Бірақ барлығы міндетті түрде осындай бұралып шығады өзі, бірден қызып тұрған майға салған соң. Енді оны осылай қызартып пісіріп аламыз. Ары қарай енді оны бөлек ыдысымызға саламыз. Бұл майлы болып шықпайды чак-чактар. Астың жағына болмаса майлықтарды төсеп қойсаңыздар болады. Майының барлығын сырқып алады. Жақсылап тұрып сырқып алып, осы майын бөлек қылып, осылай чак-чактарыңызды бөлек ыдысқа салатын боламыз. Осылайша барлық чак-чактарды пісіріп аласыздар. Міне осындай өздері бұралыңқырап чак-чактар пісіп шығады. Осылайша барлық чак-чактарды пісіріп шығыңыздар.
Мен осылайша барлығын пісіріп болдым. Чак-чактардың барлығын. Міне чак-чактардың қамыры осындай күшті болып шығады, қытырлақ, керемет болып шығады. Арасында осындай әдемі болып бұралған чак-чактар да болады, немесе осындай сәл бұралмай қалғандар да чак-чактар болып шыға береді. Бірақ қазір біз бетіне осы әдемі бұралғандарын қойып, ал ортаңғы жақтарына онша бұралмағандарын да қойып дастарханға қойсаңыздар болады. Енді қазір менде мына ыдыста бағана дайындаған болатынмын. Осылайша қазір чак-чактардың барлығы бұралған, әдеміден келген чак-чактарды салып, одан кейін осы сгущенка бар, кәдімгі. Осы сгущенканы осының үстіне қарай салатын боласыздар. Немесе арнайы сироп та дайындасаңыздар болады. Балмен дайындалатын сироп бар. Онымен де дайындасаңыздар болады, бірақ бізде одан көрі осы сгущенкамен жегенді барлығы ұнатады. Сол кезде дәмі де керемет болып шығады. Сол себептен мен сгущенка қосып дайындаймын. Енді ары қарай осылай бөліп алмай араластырасыздар. Сонымен бізде чак-чак дайын. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жібек. Егер де менің видеом ұнаса, осыны жасап көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.